бала мамандық таңдаудағы ата-ананың теріс ықпалы қандай болады деген сұрақ берілді. Біз сол сұраққа мынадай жауап бердік. Қай кезде болмасын, бірінші кезекте біз баламыздың мамандығына, оның жүрегіндегі арманына өлген жоқпыз. Бірінші оның ақшасы қанша екен деген сөзді айтамыз. Оның ойындайық. Бірінші қаржысы қанша дегенге қараймыз. Одан кейін баланың және оның ойын тыңдамаймыз. Үшінші кезекте ол мамандыққа сұраныс қандай? Дәл осы өмір сүріп жатқан өңірде. Төртінші, ол қыз бала болса біз үшін мұғалім не дәрігер болу керек. Ал ол бала болса қаржы немесе әкімшілік саласында істеу керек. Оның баланың оған дәрежесі жетіп тұр ма, жетпей тұр ма, ол бізді қызықтырмайды. Баламыз әкімшілікте істейді деген не бар бізде? Мақтанкершілік бар. Ары қарай, балы төмен болса да грантқа түсуі қажет. Қай мамандықта сұраныс жоғары, сол мамандыққа итермелейміз. Жаңа грант қайсыған көп бөлінді, соған бала қаламаса да түсіреміз. Беделді қызметі болса дейміз, ал ол беделге еңбек арқылы қол жеткізуге болатынын біз түсіне алмаймыз. Баланы сөйтіп еңбек сеніп емес, бірден өсіп кеткен сөйтіп үйрете дегеніміз өзіміз. Біз соны қалаймыз. Ата-ананың теріс ескенінде біз